27-ші сабақ қалдықпен бөлу есептері. П және Q сандарын берілген, П санын 7-ге бөлгенде 4 қалдық қалады, Q санын 7-ге бөлгенде 4 қалдық қалады. П көбейтілген Q көбейтіндісін 7-ге бөлгенде қандай қалдық қалады деп айтқан екен. Және А мен Б-ны біз салыстырып отыруымыз керек, иә. Енді былай жасайық. П және Q деп айтты, себебі екеуі екі түрлі сан деген сөз, иә. П және Q. Q менен П. Q-ді 11 деп алып көрейік. П-ны 18 деп алып көрейік. Неліктен? Себебі 11-ді 7-ге бөлсең 4 қалдық қалады, 18-ді 7-ге бөлсең де 4 қалдық қалады, иә. 7-ден бересің 4 қалдық қалады, 2-ден берсең 14, 4 қалдық қалады. Енді қараңыздар, П көбейтілген Q-ді 7-ге бөлгенде қандай қалдық қалады деп айтып тұр екен. Демек, бізде Q менен П-ны не істеуіміз керек? Көбейтуіміз керек. 11-ді көбейтеміз 18-ге. 11-ді 18-ге көбейтетін болсаңыздар, 198 шығады. 198-ді 7-ге бөліп көрейік енді. 198-ді бөлеміз 7-ге. Қандай қалдық қалатынын анықтауымыз керек, 198-ді 7-ге бөлетін болсақ, 2-ден береміз 14, 58. 8-ден берсек 28, 8-ден берсек 56, 2 қалдық қалады екен. Яғни 28 бүтін 2 қалдық. Енді байқасаңыздар, мынақта қалатын А тең қаншаға болып қалды? А тең 2-ге болды. Ал Б тең қаншаға деп тұр? 5-ге деп тұр. Олай болатын болса, А мен Б-ны салыстыратын болсақ, Б А-дан үлкен. Екінші есеп. П және Q сандары берілген, П санын 7-ге бөлгенде 4 қалдық қалады, Q санын 7-ге бөлгенде 3 қалдық қалады. П 11 деп айтып көрейік. 11-ді 7-ге бөлсеңіз 4 қалдық қалады. Ал Q-ді 17 деп айтамыз. Себебі 17-ні 7-ге бөлетін болсаң 3 қалдық қалады. Енді қайтадан осы екеуінің көбейтіндісі, яғни П көбейтілген Q. 11-ді көбейтеміз 17-ге. 11 мен 17-ның көбейтіндісі 1 мен 7-ні қосатын болсақ 8, яғни 187 болады екен. 187-ні бөлеміз 7-ге. 7-ге бөлгенде қандай қалдық қалады деп айтты. 187-ні бөлеміз 7-ге. 2-ден береміз 14. 8-ден 4 алсаңыз 4 қалады, мына жақта 7 бар. Енді 6-тан береміз. 6-тан берсек 42, 5 қалдық қалады екен. Олай болатын болса 26 бүтін 5 қалдық. Енді байқасаңыздар, А-да қаншаға тең болып қалды? А-да 5-ге тең. Ал Б-да қаншаға тең деп тұр? 5-ге тең. Олай болатын болса жауабында А мен Б-ның салыстыратын болсақ, өзара тең деп айтамыз. Үшінші есеп. Арай өзінің терген гүлдерінен гүл шоқтарын жасады. Егер әр гүлін 5 гүлден жасаса, 2 гүл артылады. Яғни 5 гүлден болса, 2 гүл артық болып қалады екен. Ал әр гүлін 7-ден жасаса, 7-ден жасайтын болса, 6 гүл артық болады. Ал әр гүлін 9 гүлден жасаса, 9-дан жасайтын болса, барлық гүл шоғы жұмсалады, яғни 0 қалдық. Ешқандай қалдық қалмайды. Демек, ол сан 9-ға бөлінеді деген сөз. Демек, 9-ның есептері арқылы жазып алсақ, 9-ның есептері 9, 18, 27, 36, 45, 54 деп кете береді. Осы сандардың барлығын 5 пен 7-ге бөлу арқылы нақты анықтап алатын боламыз. 9-ды 5-ге бөлетін болсам 4 қалдық қалады. Демек, 9 жарамайды деп айтсақ болады бір дегенде. 18-ді 5-ге бөлетін болсаңыздар 3 қалдық қалады. Демек, мынаны қанағаттандырмайды. 27-ні 5-ге бөлетін болсақ, 27-ні бөлеміз 5-ге, яғни 5 бүтін 2 қалдық. Әзірге қанағаттандырып тұр. Ал 27-ні бөлеміз 6-ға, 3-тен береміз 21, яғни 6 қалдық. Демек, 27-ні 6-ға бөлсек, 27-ні 7-ге бөлетін болсақ, 3 бүтін 6 қалдық. Қанағаттандырды ғой. Мынаны да қанағаттандырды, мынаны да қанағаттандырды. Олай болатын болса, Арайдың өзінің жинап келген гүлдерінің саны 27-ге тең. Төртінші есеп. 7, 8, 6, 5, 4 және жұлдызша берілген 5 таңбалы санды 3-ке бөлгенде 2 қалдық қалатындай етіп, жұлдызшаның орнына қандай сандар болатынын анықтаңыз дейді. Қандай сандар болатын? Енді қараңыз. 3-тің бөлінгіштік белгісі бар еді ғой. Цифрларының қосындысы 3-ке бөліну керек. 7 қосылған 8 қосылған 6 қосылған 5 қосылған 4 тең. 7-ге 5 қосатын болсақ 15 қосу. 6 мен 4-тің қосындысы
10, оған 5-ті қоссақ 15. 15-ке 15 қосатын болсақ 30. Демек, мынау жұлдызшасыз болса, жұлдызшаның орнында 0 болса, бұл 3-ке қалдықсыз бөлінетін еді. Енді жұлдызшаның орнында 1 қоятын болсаң, 1 қалдық қалады деген сөз. 2 қоятын болсаң, 2 қалдық қалады. Демек, менің жұлдызшам тең болады 2-ге. Жұлдызшам 2-ге тең болады. Енді қараңыз. Жұлдызшаның орнына 3 қоятын болсам, ол қалдықсыз бөлінеді. Себебі 33 болып кетеді, 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Ал 30, жұлдызшаның орнына 3-ті қоятын болсаң, 33 болады да, жұлдызшаның орнына 3-ті қойсаң бөлініп кетеді ғой. Ал жұлдызшаның орнына 5-ті қоятын болсаң, 2 қалдық қалады. Демек, мына жерге 5-ті қоюға да болады екен. Жұлдызшаның орнына 2-ні қойсаң 5 қалдық қалады, 5-ті қойсаң 5 қалдық қалады. Тағы да көрейік. Жұлдызшаның орнына 6-ны қоятын болсаң да ол бөлінеді. 6-ны қойсаң бөлінеді, демек ол 6-тан артық 2 сан болу керек, яғни 8. 8-ді қоятын болсақ, онда бұл тағы да не істейді? Бөліне алады деген сөз. Демек, жұлдызшаның орнында бола алатын сандар 2, 5 және 8.